сәлеметсіздер ме достар, енді сіздерге ұнамайтын карго бұл. Каргоңыздың көңіліңізден шықпай жатса, басқа каргоға да ауысуыңызға болады. Кейбір карголар жеткізу уақыты ұзақ болып, сообщениемізге жауап бермей, жауапсыздық танытып жатса, Easy Express мысалға, мен Easy Expressке тіркелуді көрсеттім. Егер де ол ұнамай басқа каргоға тіркелгіңіз келсе, осы видеомен арқылы тіркелуіңізге болады. Ол үшін ең астында тұрған оң жақта хесабым деген нені басамыз, кнопканы басамыз. Ең алғаш міне тренделға кіреміз. Содан кейін хесабымды басамыз. Оң жақта төменде тұр, және де астынан санағанда екінші болып хесап белгілерім деген тұр. Соны басамыз. Сосын адрес белгілерімді басамыз. Осы жерде міне дайын менде адрес белгілерім тұр. Енді маған өзгерту үшін басқа даны енгізу керек болады. Ол үшін біз міне нені басамыз. Адрес белгілерім деген жерге, саяда деген жерге атымызды, астындағы телефон деген жерге Турцияның телефон номерін басамыз. Аты жөнімізді өзіміздің жазамыз жоғарыға, және де астына Турцияның даныларын басамыз. Истанбул мысалға адрес, көшесі, соның барлығын жазып шығуымыз керек. Ол үшін бізге каргоның нақты адресі, телефон номері болуы керек қолымызда. Міне солардың телефон номерін жазамыз. Турция номеріне бізге код келеді, сол кодты тіркейміз. Бізден код сұрайды міндетті түрде. Осы даныйдың барын толтырғаннан кейін қайдетті басамыз. Сол кезде бізге менде міне тіркелгенім, сол себепті менде тамам деп шығып тұр. Ал сізде осындай даны шығу керек. Сосын барып каргоңыз екі түрлі болып, мына жерде екі түрлі адрес шығады. Екінші адресті қызыл кнопканы басып удалить етуіңіз керек. Міне мысалға осы адрес сил деген жазуды бассақ, екінші адресіміз удалить етіледі. Осымен менің видеом бітті. Видеом пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырсаңыз, міндетті түрде жауап беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.